Шетел жаңалықтарына кезек берсек, Сан-Францискодағы АТЭС саммитінде ақш президенті Джо Байден өзінің Си Цзиньпинмен жеке кездесуі екі елдің де пайда табу мүмкін салаларындағы ынтымақтастықты ұстанатынын атап өтті. Біз алдағы уақытта да дипломатияға деген сенімділікті сақтап қаламыз. Әлемнің ең ірі екі экономикасы арасындағы тұрақты қарым-қатынас бұл тек осы экономикалар үшін ғана емес, сондай-ақ бүкіл әлемнің қалған үшін де жақсы. Тұрақты қарым-қатынас баршаға жақсы. Бірақ кейбір салалардағы келісімдерге қарамастан Вашингтон мен Пекин маңызды мәселелер бойынша пікірлес болудан алшақ. Біз әскери диалогты қайта бастауға келістік, бірақ біз әлі кездесу туралы келіскен жоқпыз, сондықтан ол жақында ғана өтуі мүмкін. Бізде кездесу болғанда оның нәтижелі болатынын білмейміз. Фентанил бойынша ынтымақтасуға келістік, дегенмен фентанилдің басым бөлігі Мексикадан келіп түседі, тіпті прекурсорлар Қытайдан тыс жерлерде әзірлене бастайды. Сондықтан біз американдық ұлттық мүдделерге жәрдемдесу немесе ақш пен Қытай арасындағы шиеленісті жеңілдету тұрғысынан көп нәрсеге қол жеткіземіз деп сенбеймін. Байден мен Си сәрсенбі күні АТЭС саммиті алдында кездесті. Түскі ас кезінде Си Цзиньпин америкалық әріптестеріне Қытай құрама штаттардың серіктесі және досы болуға дайын екенін және екі жақты ынтымақтастық үшін көптеген мүмкіндіктер бар екенін мәлімдеді. Бірақ Вашингтон мен Бейжің сауда, технология және жаһандық ықпалда жарысып жатқандықтан терең бәсекелестіктің артында қалуы мүмкін. Осылайша ақш Қытайдан басқа 14 елді сауда келісімнен қосылуға көндіруге тырысты. Алайда осы аптада бұл әрекет сәтсіз аяқталды. Саммит аясында Жапония мен Қытай Халық Республикасы басшылары арасында сирек кездесулер өтті.